Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін Сафуат Тафасир кітабының 15-ші сабағы. Бүгін Алла қаласа Бақара сүресінің 67-ші 74-ші аяттарын өтетін боламыз. Яғни бұл аят, бұл 67-ші аят «Ва из қала Муса ли қаумихи» деген сөзден басталады. Яғни Муса қауымына айтты деп. Бұл не? Бүгінгі дәрсіміз 74-ші аят. «Ва маллаху биғафилин амма та'малун». Алла Тағала сендердің жасап жатқандарыңнан хабарсыз емес деген аятпен тамамдалады. Бірінші әл-мунасаба. Әл-мунасаба дегеніміз осы неге байланысты, осы аяттарға байланысты бір негізгі ой, осыған байланысты қысқаша шолу деген секілді. Ләмә зәкәра тағала, Алла Тағала зікір еткен кезде, айтқан кезде, баъдыл қабаихил яхуд, яхуд қауымының бір жамандықтары жайында баян етеді дейді. Ва жараимахум, олардың дейді нелерін, күнәларын, олардың қылмыстарын баян еткен кезде, мен нақсил мауафиқ, нақт деген бұзу, әл-мауафиқ деген сенім, яғни оларға артылған өздерінің сөздерінен тайып тұрулар жайында, ва иътидаихим, олардың дұшпандығы, фиссабт, сенбі күнді жасаған Алланың әміріне қарсы шыққандығы жайында, яғни сенбі күні олар балық аулағандығы жайында бір нелер бар, Алла оларға тыйым салса да. Ва тамаррудихим алаллахи азза ва джалла фи татбиқ шариатихи әл-муназзал. Тамарруд деген нәрсе қарсы келу, бас көтеру, Аллаға бас көтеру, қарсы келу, азза ва джалла, Аллаға дейді. Фи татбиқ, практика жүзінде асыруда, яғни іс жүзінде көрсетуде дейді. Шариатаху әл-муназзал, сол түскен шариғатына амал етуден қарсы келгендер үшін дейді. Ақабаху bizikri нау, ақаба деген нәрсе жалғастырды дейді. Bizikri нау ахар мин масауимихим, тағы да нау ахар деген басқа бір олардың жамандығын айта бастады дейді, сөз етеміз дейді осы аяттарымызда. Әла ва хуа дейді, ол дейді мухалафатахум лил анбия, ол пайғамбарларына қарсы келгендері дейді. Ва такзибихим лахум, оларды өтірікке шығарғандары дейді. Ва адама мусараатихим лил мусара, оларға көмектеспегендері, имтисал ауамир дейді, Алланың әмірлеріне бой ұсынуда дейді, оларда бірге жәрдемдеспеген дейді. Әлләти юхиха Аллах, Алла Тағала уахи еткен дейді, илайхим, оларға дейді. Сумма касратул аллиджаж дейді. Лиджаж деген жаңағыдай көп сөз дейді, жаңағыдай даурықпа сөз, уәл айнат, олардың қарсы келуі, жаңағыдай дұшпандығы, қатыгездігі, ли расул дейді, Алланың елшілеріне дейді, салаватуллахи алейхим, Алланың оларға салаваты болсын дейді. Ва джафаух дейді, олардың бір құрғақшылдығы, құрғақ деген, джафа деген нәрсе, құрғақ деген сөз, олардың жаңағыдай бір пайғамбарларға деген бір ешқандай бір құлқынсыздығы, пайғамбарларға деген бір бүйрек бұрмағандығы, фи мухатабати набихим, олар пайғамбармен сөйлескен кезде құрғақ сөйлесетін дейді. Әл-Карим, Карим дегеніміз сондай ұлы пайғамбарларға сондай бір құрғақ сөйлесетін дейді. Муса алейхиссалам, соның ішінде Муса алейхиссалам, иля ахир ма хуналика мин қабаих дейді. Басқа да олардың жамандықтары, о масауи дейді, олардың бір нелер, жаман әрекеттері. Енді біз Құдай қаласа сіздермен тәфсіріне көшетін боламыз. Тәфсірі, енді жалпы бұл жерде муъжизату ихяил майти ва қиссатул бақара, өлі адамның тірілу мұғжизасы дейді, және бақара қиссасы дейді. Қысқаша мына жерде зикрул қиссаны жайында қысқаша айтылып жатыр. Рауа ибн Аби Хатим, Аби Хатимнің риуаяты бойынша, ан Убайдата ас-Салмани, Убайдата Салманиден келген риуаят бойынша, қала дейді, айт дейді, кәна раджул дейді, бір адам болды дейді, мен Бәни Исраил, Бәну Исраил қауымында бір адам болған еді дейді. Ақиман дейді, ақиман дегеніміз несі, бала тумайтын дейді, баласы жоқ дейді. Ла юладу лаху дейді, ол баласы тума. Ва кана лаху малун кафирун, баласы болмаған дейді, бірақ көптеген мал, дүние мүлкі болған дейді, малы көп болды. Ва кана ибн ахихи дейді, оның бауырының баласы болды дейді, ибн ахих деген бауырының баласы болды дейді. Варисуху, оның мирас
мирасқоры дейді. Фақаталаху дейді. Ол жаңа сол ағасының көкесін өлтірді дейді. Суммахтамалаху лейлан фавадағаху аля баб ражулун минхум дейді. Және оны апарып бір басқа бір адамның есігінің алдына қойып кетті дейді. Сумма асбаха яддаихи алейхим. Сосын дейді сол өлтірді деп яддаихи деген соны жалған ақпарат, жалған жала жаба бастады дейді. Хатта тасаллаху дейді. Жаңа тіпті бір-бірімен тасаллаху деген нәрсе қаруланып дейді. Ва ракиба ба'дахум аля ба'д. Жаңа сондай бір тіпті мынау араларында бір-бірімен жаңа соғысуға дайын болды дейді. Жаңа бір-бірімен қырылуға дайын болды дейді. Фақала зауи рай минхум дейді. Зауи рай минхум, солардың ішіндегі бір ақыл ойы, бір райы, жаңағыдай сондай өзінің бір ойы бар, ішіндегі бір несі данасы дейді. Ва нуха дегеніміз тыйым сала алатын, бізде жаңағыдай қой дейтін қожа дейді ғой, жаңағыдай сондай бір қой дейтін қожасы бар, біреу айтты дейді. Уламун яқтулу ба'дуна ба'дан ва хада расулуллахи фикум дейді. Алама яқтулу, не үшін бір-бірлеріңді өлтіресіңдер дейді. Араларымызда пайғамбар бар емес пе деп айтады. Фаатау Муса алейхиссалам, сол кезде Муса алейхиссаламға келдік дейді. Фазакару залика лаху дейді. Содан кейін осы хабарда осы жайында хабар берді дейді. Инналлаха я'мурум ан тазбаху бақара. Содан кейін осы аят түседі. Шын мәнінде Алла Тағала сендерге бақараны, яғни сиырды союды әмір етеді деген. Қала валау лам я'тариду, егер олар жаңағы осы мәселеге өздерінің ойларын, өздерінің тағы да бір ұсыныстарын ұсынбағанда дейді, ла аджзаат анхум дейді. Сол бір кез келген бір нені сойса жетер еді дейді. Негізі ла аджзаат анхум, жетер еді ол нәрсеге дейді. Әдна бақара, қандай да бір нені сиырдың кез келгеніне жетер еді дейді. Әдна дегеніміз ең төмен дейді. Арғы болсын, жаңа кішкентай болсын. Валакиннахум шаддаду, бірақ дейді олар өздеріне дейді қатайтып алды дейді. Өздеріне жаңа күшейтіп алды дейді. Фашаддадаллаху алейхим, оларға және Алла да оларға бұл мәселені қатайтып қойды дейді. Хатта интахау илал бақара дейді. Ең соңында бір бақара, жаңа бір сиырды тап, әлләти амару бизабахиха. Ақырда бір сиыр тапты дейді. Оны жаңа әмір етті дейді союға дейді. Фаваджадуха инда ражулин дейді. Оны дейді сол сиырды дейді бір адамнан тапты дейді. Қандай адам? Лейса лаху бақара гайраха. Одан басқа сиыр жоқ, бір кедей адамнан сол сиырдың жаңа сипатын тапты дейді. Фақала дейді. Валлахи ла анқусуха мен мил жилдиха захабан. Яғни тіпті мынау мен бұны кемсітпеймін, яғни әрбір несіне шейін жаңағыдай терісіне дейін бұны алтынға сатамын деп жаңағыдай ол да өзінің бағасын қойған дейді. Фаштарауха би мил жилдиха захабан. Қымбат неге ақша төлеп жаңағыдай әрбір терісіне шейін ақша төлеп фадабахуха дейді. Ақша төлеп сатып алады. Фадабахуха, және оны бауыздайды. Фадарабу би ба'диха, соның бір бөлігімен әлгі адамды, өлген адамды ұрады дейді. Фақама дейді. Өлген адам тұрып, Алланың қалауымен. Фақалу дейді. Мән қаталака дейді. Сені кім өлтірді деп сұрайды әлгі адамнан. Қала, ол адам енді тұрып, хәза ва ашару аля ибн ахихи. Анау адам деп жаңағыдай ненің бауырының інісін көрсетеді дейді. Сумма мәлә мәйтан. Одан кейін қайтадан өлген қалпында сылқия қалады дейді. Фәләм юъти мин мәлихи шайъан. Оның дүние мүлкінен ешбір дүние мүлкінен бермеді дейді. Фәләм юрат қатилун ба'д дейді. Одан кейін жаңа өлтірген адам еш уақытта мирас алмайтын болды дейді. Фи риуая ахаду ал-гулама фақаталуху. Басқа бір риуаятта әлгі нені баланы алып бара өлтірді деген риуаятта бар. Енді тәпсіріне көшейік, құрметті бауырлар. Ва ид қала Муса ли қаумихи инналлаха я'мурукум ан тазбаху бақара дейді. Әй, ұзкур я бәни Исраил. Әй, бәну Исраил қауымы дейді. Естеріңе сүріңдер дейді. Хина қала ләкум дейді, нәбиюкум. Сендерге пайғамбарларың Муса пайғамбар айтқан еді дейді. Инналлаха я'мурукум ан тазбаху бақара. Сендерге Аллах бір сиырды бауызда деп әмір етті деп айтқан еді дейді. Жоғарыда аяттың мағынасы. Қала аттаттахидуна хузуа. Сен бізді келеке етіп тұрсың ба деп жауап берді сол кезде қауымы. Әй, фәкана жауабы, олардың жауабы дейді. Ал-уақх дейді. Сондай бір жиркенішті болды дейді. Өте бір тұрпай болды дейді. Ли нәбиюкум, пайғамбарларына дейді. Ән құлтум дейді. Олар айтты, сендер айттыңдар дейді. Атахзау бина я Муса. Сен бізді мазақ тұрсың ба деп айтты дейді. Жаңағыдай сиыр сой деп әмір еткен кезде. Қала ауду биллахи анакуна минал джахилин. Сол кезде Муса пайғамбар айтты дейді. Әй, әлтәджу илаллах. Мен Аллаға, Алланың пана сұраймын.
анакуна мин замратил мустазиин, жаңағы мазақ етушілерден болудан дейді. Мен Аллаға сыйынамын дейді. Мен мазақ етушілерден емеспін дейді. Әл-джахилин дейді. Сонда жахилдерден дейді. Қалу дуалина раббака юбайин лана махи. Сол кезде олар айтты дейді. Ай, махия хадал бақар. Ол қандай сиыр деп сұрады дейді. Ай шайын сифаты, оның сипаты қандай деп сұрады дейді. Қала иннаху яқулу иннаха бақаратун ла фаридун ва ла бикрун дейді. Сол кезде пайғамбар айтты дейді. Ай, ла кабира. Ол үлкен де емес, жасы үлкен де емес, харма дегеніміз. Сондай бір қар, жаңағы сондай бір кәрі сыйдиып тұрған жаңағы үлкен де емес дейді. Ва ла сағира лам юлақиха аль-фахл дейді. Сол секілді бір не де емес, бұл ұрғашы малды айтып тұрды бұл жерде. Сол секілді өте жас та емес, тым жас та емес. Мынау лам юлақиха аль-фахл. Енді бұл жерде мынау жалпы мынау бір сиырлық деңгейге жетіп қалған, жаңағыдай уже бұзау туатындай, сондай бір не де жаңағыдай бұзау тумайтындай деңгейде емес дейді. Жаңағыдай әлі бізде жаңағыдай сиырлар қашып дейді ғой, жаңағы қашып кетеді дейді ғой, жаңағы немесе жаңағыдай ондай емес дейді. Жаңағыдай уже кәдімгі сиырдың несіне жасына жеткен сиырға жаңағыдай бізде құнажын деп айтады, тайынша деп айтады, сондай бір үлкен уже жасқа келген нәрсе, 1-2 жасқа келген. Ауану байна залик, ауану байна залик деген соның ортасында. Айвасатун байна кабира ва сағира. Үлкен емес, кіші емес, соның ортасындағы дейді. Фаф'алу ма ту'марун. Ай, иф'алу ма амаракум бихи раббукум. Алла әмір еткен нәрсені жасаңдаршы деп айтты дейді. Вала татааннату вала ташаддаду. Сендер өздеріңе күшейтпеңдер. Фаюшаддидуллаху алейкум. Сендерге өйткені егер өздеріңе күшейткен болсаңдар, Алла сендерге күшейтіп жібереді деп айтады дейді. Фақалу ду'у лана раббака юбайин лана ма лаунуха. Одан кейін олар айтады. Ай, ма хуа лаун. Оның түсі қандай деп сұрайды екен да. Абиядун ам асудун. Қара ма, әлде ақ па, ам ғайра залик, басқа ма дейді. Қала иннаху бақара, иннаху яқулу иннаха бақаратун сафрау фақиу лаунуха тасурру назирин. Иннаха бақара. Сондай бір сиыр дейді. Сафра, сондай бір сары сиыр. Шадиду сафра, сондай бір қатты қою сары дейді. Хуснул манзариха, өте сондай бір көрінісі әдемі дейді. Тасурру күллу ман ра, сондай бір қараған кезде әрбір адам қызығатындай сондай бір әдемі сиыр деп айтқан екен да. Қалу ду'у лана раббака юбайин лана ма хия. Олар тағы да қоймайды да. А'аду асуал, тағы да сұрақты жалғастырады. Ан хал бақара, жаңағыдай сиырдың жағдайы жайында. Бa'да ан арафу синнеха, оның жасын білгеннен кейін, валаунуха, оның түсін білгеннен кейін, фаяздаду баянан вали васфиха, одан кейін тағы да сипатын сұрай бастайды. Thumma атадару би анна al-бақара al-маусуф бикауниха аванун бисафра al-фақия, сондай бір таза, сондай сары, фақия деген нәрсе, сондай бір жарқырап тұрған бір сары түсті ме деп одан сайын сұрай бастайды. Ары қарай тағы қандай сипаттары бар деп. Иннал бахара ташабаха алейна. Ай, илтасабал амр алейна фалам надри мал бақара ал-маъмур би забиха. Ол айтады да, өздерінің істерін өздері күрделетіп жатыр ғой. Ол қандай сиыр деп тағы да сұрай бастайды. Біз бұны шатасып кеттік қой, бізге тағы да бір дұрысырақ түсіндіріп айтшы дейді. Ва инна иншааллаху ла мухтадун. Яғни ай санахтади иля ма'рифатиха иншааллах. Біз иншалла, біз Алла қаласа сол неге жетейік, жаңағы қандай түс, қандай не сипатын нақтылап бізге нақтылап бер дейді. Валау лам яқулу залика лам яхтаду илайха абадан кама сабата фил хадис. Яғни бізге бір дұрыстап түсіндіріп бермесең, біз шатасып кетеміз деп айтады. Қала иннаху яқулу иннаха бақараун ла залулун тусирул арда ва ла тасқил харса. Одан кейін тағы да жалғастырады. Валейсат хази бақар, ол сиыр қандай сиыр дейді? Мусаххаратун лил харс дейді. Ол жаңағы хараса дейді. Ол бір неге жегілген сиыр емес, соқаға жегілген сиыр емес дейді. Жерді жыртып. Уәлә ли сиқаятил зара. Және нені мынау егістікті суаруға арналған бір сондай жаңағыдай күш неге еңбекке арналған сиыр емес. Мусалламатун ла шиата фиха. Ай салиматун минал уюб лейса фиха лаунун ахр юхалифу лаунуха фахия сафрау куллаха дейді. Сол секілді ай салиматун, сондай бір аман дейді. Минал уюб, қандай да бір кемістіктен аман дейді. Лейса фиха лаун ахр, ешқандай басқа түсі жоқ дейді. Алла емес. Юхалифу лаунуха фахия сафрау куллаха. Яғни сап-сары түстегі, яғни бір керкі сары түстегі сиыр дейді. Қалу әна жита бил хақ. Енді міне, енді ай әна баянтаха лана баяннан шафиян дейді. Енді міне нақтырап, анық бізге баян еттін деп сол кезде айтқан екен да. Ла ғумуда фиха дейді. Сондай бір ешқандай бір не жоқ дейді. Көмескі нәрсе жоқ. Вәлә ләбса дейді.
сондай бір қателесетін, жаңағыдай күмән тудыратын ештеңе жоқ дейді. Қала тағала, сол кезде Алла тағала айтады, ихбаран анху, олар жайында хабар береді. Фадабахуха ва ма каду яфалун ли ғалаи тhamaniha أو خوف الفصيحة. ثم أخبر تعالى عن سبب أمرهم بذبح البقرة عما شاهدوه من آيات الله الباهرة. فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني сол қатты қиын, сондай бір нені қымбат әгін сатып алып, ақырында ол сиырды жаңағыдай сойды дейді. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا أي اذكروا يا بني إسرائيل حين قُلْتُمْ نَفْسًا дейді. Сол кезде ол адамға айттыңдар дейді. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا أي تَخَاصَمْتُمْ وَتَدَافَعْتُمْ بِشَأْنِهَا. Сол бір іс жөнінде сендер өзара тартысқа түсіп едіңдер дейді, кім өлтірді екен дейді. أَصْبَحَ كُلُّ فَرِيقٍ يَدْفَعُ التُّهْمَ дейді. Әрбір топ өздерін жақтай бастады дейді. عَنْ نَفْسِهِ, жаңа әрбір топ, өлтірген топ жаңағыдай өздерінің адамына жақтаса, жаңағыдай өзін өлтірмеген, жаңағы ешқандай жала жабылған топ, олар да өздерін жақтай бастады дейді. وَيَنْسُبُهُ لِغَيْرِهَا, әрбір бір-біріне жақтай, сен өлтірдің деп. وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ дейді. Ай музхирун ма тухфунаху, сендердің жасырған нәрселеріңді Алла тағала әшкере етуші дейді. Фақул надрибуху би ба'диха. Сол кезде біз уахи еттік дейді, әмір еттік дейді. Ай идриб ал-қатил, өлген адамды бишай минал бақара, сол бақараның, сиырдың бір бөлігімен ұрыңдар деп айтты. Ва яхя ва юхбирукум ан қатилихи, сендерге ол өлтірген адамды хабар береді деп біз уахи еттік дейді. Факадалика юхиллаху ал-маута дейді. Ай кама ахя хада ал-қатил, осы өлген адамды қалай тірілткен секілді дейді. Амама абсарикум, сендердің көздерінің алдарында дейді. Юхил маута, сол секілді өлілерді тірілтті дейді. Мин қубурихим, қабірде өлген адамдарды Алла тағала тірілтуге қауқары бар дейді. Ва юрикум аятихи лааллакум тaqilun дейді. Ай сендерге дейді Алла өзінің құдіретімен дейді, өзінің бір керемет белгілерін көрсетеді дейді. Не үшін дейді? Сендер дейді литатафаккару, ойлану үшін, ва татадаббару, ой жүгірту үшін, ва та'ламу анналлаха, білулерің үшін дейді. Ала күллі шайин қадир, әр нәрсеге шамасы келетін білулерің үшін дейді. Сумма ахбара та'ала, және Алла тағала әмір етті дейді, хабар берді дейді. Ан жафаихим ва қусуаты құлубихим, олардың жаңағыдай сондай бір жүректерінің қатыгездігі жайында хабар берді дейді. Сумма қасат құлубукум, ай салабат құлубукум я маашар яхуд, олардың жүректері бірақ бәрібір де қатайып кетті дейді. Фәлә ю'сару фиха вa'зун ва ла тадкир, оларға дейді ешқандай бір уағызда, ешқандай еске түсіруде олардың еш нелерін әсер етпейді дейді. Мин ба'ди залик, ай мин ба'ди ру'ятил му'жизал бахира, олар осындай бір керемет мұғжизаны көре тұрса да, олардың жүректері қатайған күйінде қатайып қала берді дейді. Фахия кал хижарати ау ашадду қасуа, олардың дейді жүректері тастан да, ба'духа кал хижара, тас секілді дейді. Ба'духа ашадду қасуа, олар кейбірі тастан да қатты дейді. Минал хижара кал хадид, бір темір секілді дейді. Ва инна минал хижарити лама ятафаджару минху ал-анхара, ай тіпті мына тастардың өзінен де дейді да, кей кезде ва татадаффақу минха ал-анхар, бір теңізде өзендер ақпай ма дейді да, ал-азира, сондай бір шұрайлы, сондай бір керемет өзендер ақпай ма дейді. Ва инна минха лама яшаққақу фаяхруджу минху ал-ма, ва минал хижарати ма ятасаддау ишфақан мин узматиллах фаянбау минху ал-ма дейді. Алланың құдіретімен дейді, сол тастардан да жаңа бұлақтар жарып шықпай ма дейді. Ва инна минха лама яхбиту мин хашиятиллах, ай ва инна минха ма ятафаттату ва ятарадда мин руусил джибал мин хашиятиллах, сондай бір Алланың құдіретімен дейді, таулардың бастарынан дейді, тіпті мынау таулардың өздерінен сондай тауларды жарып су ағып отқан не бар дейді да, бірақ кейбір адамдардың жүректері осы тастан да қатты дейді да. Сендер осы яхуд қауымдарына айтады, ла татаәссара ва ла тарин, ешқандай әсер етпейді дейді, ва ла тарин деген жұмсармайды дейді. Ва маллаху би ғафилин амма та'малун, ай аннаху та'ала, Алла тағала дейді, рақибун ала а'маликум, сендердің амалдарыңа әрдайым бақылаушы дейді. Ва ла тухфа алейхи хафия, олар еш нәрсе қалыс қалмайды дейді оның назарынан дейді. Ва сайюджзихим алейха яумал қияма,
әрбіреуіне ертең қиямет күні саюджазихим жазасын береді дейді. Бұл дейді Алланың бір уәдесі, Алланың ескертуі дейді. Құрметті бауырлар, міне осымен Алланың қалауымен 67-74 аяттарды тамамдадық. Келесі дәрістерде аман сау, кездескенше сау болайық. Алла баршамызға разы болсын.